Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 4-ші сынып қазақ тілінен 81-ші сабақты өтеміз. Нәтиже сабақ. Бірінші тапсырма: кестедегі суреттер мен сөздер арқылы мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжап көр, ойыңды дәлелде. Бұл суретте бізде бүгін, яғни күн ұясына қызарып батса, ал ертең күн ашық болады деп тұр. Яғни бүгін күн ұясына қызарып бататын болса деп тұр, ертең күн ашық болатынын айқын айтып тұр. Яғни бұл жерде бізде тақырыбын ауа райын болжау деп атасақ болады. Өйткені бүгінгі күннің ауа райына сәйкес ертеңгі күннің ауа райы айтылып тұр. Енді бұл жерде мазмұны суретте бүгін күннің ұясына қызарып батқаны көрсетілген, бұл ертең күн ашық болатынын білдіреді. Сондықтан мәтін ауа райын табиғат белгілері арқылы болжау туралы болады деп ойлаймын. Енді келесі тапсырма: мәтінді оқы. Көпшілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады деді Әли. Оны қайдан білдің деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңнен күн ашық әрі жылы болады деп үйреткен атам. Әшірбек Амангелдиевтің мәтіні. Енді мәтінге ат қой деп тұр. Мәтіннің атауын ауа райы болжамы немесе ертеңгі күн деп атасақ болады. Мәтіннен атау септігіндегі сөздерді тауып септеп жаз деп тұр. Яғни бұл жерде бізде атау септігінде Әли, Сәрсен, шөп деген сөз, күн және ашық болады таңда атам деген сөз. Осы сөздерді енді септеп жазып шығамыз. Атау септігіндегі сөздер Әли, Сәрсен, шөп, күн, атам. Ілік септігінде Әлидің, Сәрсеннің, шөптің, күннің, атамның, кімнің Әлидің, кімнің Сәрсеннің, ненің шөптің, күннің, ненің күннің, атамның, кімнің болады. Барыс септігінде Әлиге, кімге, Сәрсенге, кімге, Сәрсенге, шөпке, неге шөпке, күнге, неге күнге, атама, кімге, атама. Табыс септігінде Әлиді, кімді Әлиді, кімді Сәрсенді, нені шөпті, нені күнді, кімді атамды. Жатыс септігінде Әлиде, кімде Әлиде, кімде Сәрсенде, неде шөпте, күнде неде атамда, кімде. Шығыс септігінде Әлиден, кімнен Әлиден, кімнен Сәрсеннен, неден шөптен, неден күннен, кімнен атамнан. Келесі көмектес септігінде кіммен Әлимен, кіммен Сәрсенмен, немен шөппен, немен күнмен, кіммен атаммен болады. Енді келесі тапсырмада суретке қара, ақпаратты қолданып, қандай ауа райында сабақ болмайтынын хабарла. Қандай ауа райында сабақ болмайды? Яғни ауа температурасы 25-29 минус және одан төмен болғанда сабақ болмайды. Және желдің жылдамдығы 2-4 метр секундына болғанда және 0-ші сыныптан 4-ші сыныптарда сабақ болмайды осындай жағдайларда. Енді хабарлап айту барысында мыналарды ескер. Қаратпа сөзді қолдан, мәнерлі айтуға жаттық, порталасыңа ақпаратты айт. Яғни қаратпа сөздерді қолданып айтуымыз қажет. Енді құрметті бастауыш сынып оқушылары, ауа райының күрт суытуына байланысты, яғни ауа температурасы минус 28 градустан төмен болып, желдің жылдамдығы 4 метр секундына болғандықтан 4-ші сыныптарда сабақ болмайды. Осыған байланысты сабақтың болмайтынын хабарлаймыз. Енді бұл жерде септеулер ауа райының, ненің ауа райының ілік септігінде тұр. Градустан, неден градустан. Яғни ауа райының ненің ілік септігінде тұр. Градустан, неден градустан. Шығыс септігінде желдің, ненің ілік септігінде. Сабақтың, ненің сабақтың, яғни ілік
септігінде тұр. Дайындаған хабарламаңды қатесіз жаз, септік жалғауларында тұрған сөздерді анықтап астынсыз деп тұр. Яғни осы сөздерде бізде ілік септігінде тұр. Яғни сынып оқушылары. Кім сынып оқушылары? Бұл атау септігінде тұр. Енді келесі тапсырма: көп нүктенің орнына Марат сөзін тиісті септікке қойып оқы. Бірінші, бізде атау септігінде барлығына үлгі болар қарақтар. Байсалды да, ақылды да Марат бар. Яғни Марат бұл жерде атау септігінде тұр. Яғни Мараттың өзі жазылады. Енді келесі ілік септігінде жеке басым ең алдымен Мараттың болады. Яғни ілік септігінде тың қойылады. Мараттың жасы үлкенді сыйлағанын жараттым. Келесі бар септігінде сенбейсің бе күнделікті парақта талай бестік қойылыпты, Марат қабылады бар септігінде. Енді табыс септігінде батыл емес деп алмайсың, дей алмайсың, Маратты болады. Маратты сол үйретті ауылдағы бар атты. Келесі жатыс септігіндегі қосымшаны жалғау қажет. Алғысыз күн болған емес, Марат табылады. Жетеді онда ынта жігер талапта. Шығыс септігінде қай өнерде табылады, Мараттан. Ән салғанда жұртты аузына қаратқан. Енді көмектес септігінде міне сондай жақсы бала Маратпен. Дос бола алмай жүргендер де бар әттең деп тұр. Қадыр Мырза Әлидің өлеңі. Енді Марат қандай оқушы деген сұраққа жауап өлең тармақтарынан іздеп көр. Марат үлгілі, ақылды, батыл, жігерлі, талапты, үлкенді сыйлай білетін, сабақты жақсы оқитын оқушы. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментария жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.